Алдыңғы жол сізді осы айтқан бойынша сот мырза балаларды түсірме деп едіңіз. Балаларды түсіріп мына жерде бір бала отыр. Тиктокқа түсіріп, ана жас баланы мына жерде жас баланы да оны да түсіріп алып, шықпай жатып мына жаққа жазып жатыр, аға бізді уже түсіріп алды деп. Міне біреу бала осы, міне тұр. Осы бала. Мына кісінің баласы деймін. Тұра тұрыңыз. Бұл кімді түсірген? Бәрін түсіріп, ана жас баланы мына жерде куәгер жас бала бар, ақша төледі деген 16 жасар бала. Соны түсіріп жазып жіберді бізге. Тыныш, шуламаңыздар, бір-бірлеп айтсаңыздар болады. Барлықтарыңызға мүмкіншілік берем. Сізде болды ма? Болды. Қасындағы қорғаушылар тағы да кім айтам дейді? Микрофонды алып, өзіңізді таныстырып. Құрметті сот. Ана заседанияда Калтаеваның немересі келді, 16 жастағы бала. Сол баланы мамасы попросит етті ғой, мені шығармаңыздаршы, ол несовершеннолетний ғой деп. Жоқ, мынау бала деген алып шығарып, уже тиктокқа салып жіберді. Одан кейін мынау балалар қай уақытында енді мен точно білмей қалдым. То ли обедте, то ли шығып бара жатқанда күліп, обедке дейін алды да, мына балалар бір 3-4-еуі күліп бара жатқан ғой, енді біз білмейміз не себеппен енді. Сол кезде түсіріп, уже тиктоктың бәрінде неше түрлі сөздер кетіп жатыр. Пожалуйста, соны учтите етіңізші, пожалуйста. Жігітті шығарып тастаңыз вообще. Сіз кім боласыз? Микрофонды беріңізші. Мен есім Марсов Алмат Орынбасарұлы. Мен Шекеев Мейірман Қалмаханұлының мобилографымын және көмекшісі болып келем. Мен осы сот отырысында, бірінші сот отырысынан бері қатысып келе жатырмын, және сіздің ескертулеріңіздің барлығын білем. Айыпталып жатқан адамдардың түрін түсіруге болмайтын да білем. Өткенде 16 жастағы баланың да түрін түсіруге болмайтын білем. Мен түсірген жоқпын. Мен бұл балаларды маған түсіруге Шекеев Мейірман Қалмаханұлы қарсы болды. Сіздер айттыңыздар. Мен бірінші сот отырысынан бері келе жатырмын. Тыныш. Мен өз телефонымды толыққанды бере аламын, тексеріп шықсын. Сосын құрметті сот, мен бір нәрсе айта кетейінші. Өткенде әлеуметтік желіде тараған видео, ол қолмен түсірілген емес. Ол осындай мынандай штативта тұрып, тұнық бір жерде түсірілген. Если ол телефонмен түсірілетін жағдайда 16:9 дейтін кадрмен шығатын еді. Жоқ, ол керісінше YouTube форматта шықты, құрметті сот. Оған мен ешқандай қатысым жоқ. Жақсы. Бұл бойынша сотпен тексеру жүргізіліп жатыр. Тексерудің нәтижесі сіздерге қосымша хабарланатын болады.